Audioya сұрамайсың, аны бәрін сұрайсың. Айбатта жазған. Оқып берді. Оқып берді. Ол дейді, рұқсатымен ғана жүреді. Көрсе өзі төлеуін өтсе, оқып беремін саған. Төлеп айтқан жоқ па? Және соттың несімен деп тұрмын ғой. Қойып оқиды міне. Мен қойып кітап талап оқи ғой. Былай дейді, іске қатысатын адамдардың және басқа да адамдардың оның ішінде ашық сот отырысында отырып 19-ның 7-сінде отырып бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сот отырысының барысы бойынша жазбалар жасауға, оны залда отырған орындарынан аудио жазу құралдарының көмегімен жазуға құқығы бар. Кімнің рұқсаты? Төрағалық етушінің рұқсатымен. Рұқсатымен де әрі қарай оқимын, рұқсаты әрі қарай тұр. Көке, біліміңіз мықты екен. Жоқ, бері қарасайшы, келе ғой сен. Аға, мен ол бапты білемін. Жоқ, төрағалық рұқсатыменен ол аудио жөнінде айтмаған, видео ғана айтқан. Аға, төрағалық. Жоқ, төрағалға мен өзі айттым, судья айттым, тыңдап отыр. Мен болады тыңдап. Өткенде осы мәселені судьяның көзінше мына хатшы отыр, айттым мен. Жоқ, ондай емес деген жоқ, келісті да. Бітті еді айтылым. Судья келісті сонымен. Ой, боян, нең сондай аяқ бұзылсын. Заң білмейді, көбе. Бозылар. Не, бұл сұлар никто цепешті жүріпті вообще. Төбелей көлердің о. атындағы жалпы білім беретін мектеп директоры Төребаева Балжанның 2025 жыл 18 желтоқсандағы нөмірі 22 бұйрығын таныстырды. Үшінші және де басшылық жүрген уақытындағы жалақымызды тұрғанына тараптарға байланысты. Отырысында талапкер Ерімбетовтің заңдылығы әділ шығарды. Жауапкер Төлтебаев заңдылығы дайындық білім бөлімінің бас маманы болды. Ya, televizyon yok. Yok. Talep koyuşunu öyle. Nasıl topla? Familiyat ediyorsunuz. Abишев Жаңабек Асанович 1957 жылы туған, Жамбыл облысында Сталин селосында Ерімбеттің өкілімен құжаттарым сотқа өткізілген. Тапсырдыңыз, тіркеуіңіз бар, сенім хатыңыз бар. Рахмет отыра беріңіз. Жауапкер Дулат атындағы Жамбыл өлкесі. Төлтебай Балжан Алтынбекқызы 1967 жылы туылған, 22 сентябрьде. Кім оқудан жасайсыз? Мектеп директорымын. Зор мектеп. Отыра беріңіз. Сенім кімді? Молдован заң кеңесінің адвокаты Байым Мұхаммед Жандамызға берді. Қазіргі мынау Төлтебай Балжан Алтынбекқызының өзінің қорғауы. Хабарлағаныңыз бар ғой? Сот құрамын жариялаймын. Төрағалық судья Жұмабаев, Ашықтау Омарова. Құрамға қарсылық бар ма? Қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ.
құқықтарыңыздың түсіндірудің қажеттілігі бар ма сізде? қажет жоқ. Онда жауапты сізге түсіндіріп өтем. Іс материалымен танысуға, үлгілер жазып алуға, көшірмелер түсіруге, қасықтар мәлімдеуге, дәлелдеме тапсыруге, оны зерттеуге қатысуға, іс жүргізу туралы заңнаманы адал пайдалануға, сонымен қатар бір сатыға соттың шешімі шыққанға дейін өзара келісімге келуге құқықтарыңыз бар. Түсінікті ғой? Өтініш қатысуға болады. Қазір мен сұрайын. Сот болмай тұрды да, қазіргі таңда сіздің рұқсатыңсыз ол азамат процесс кодексі, қылмыстық процесс кодексі тек соттың рұқсатымен ғана аудио-видеоде жүреді. Сіз рұқсат бермейсіз, анау соттан алып қойса түсіп отыр қазір аудио. Қазір мен енді сұраймын сол. Жоқ, басылып отыр уже. Жазылып жатса мен енді пікірлеріңізді сұраймын. Бұны кім талап етіп отыр? Құрметті сот, мына АПК-ның 17-ші түсіндім. заңды ғой. Кім талап етіп отыр оны? Адвокат сұрақ қойып отыр. Бері қараңыз. Кім талап етіп отыр? Мынаны Мен қойдым. Сіз қойдыңыз ба? Егер де аудио-видео запись мүмкіншілік болатын болса, біз өзімізді түсіріп алып, мен сізді қазір ескерттім. Соны айтамын енді. Осы тыңдамаңыздар. Аудио-видео запись жүргізіп жатыр деп жаңағы сот масалаға ескерттім. Керек болған жағдайда оны дискін көтеріп алып. Жарайды, өзі үшін болатын болса, ол қарсылық жоқ. Заңда тұрған нәрсені біз бұзылмаймыз ғой, сотқа да, Құдайға да. Заңда тұр ғой. Сіз маған заңды білмейтіп айтпаңыз. Жоқ, дұрыс қой. Жоқ, енді оқып құрметті сот, мына дау шешу үшін заң тұр ғой. Бастайықшы. Құрметті әріптестер. Жоқ, сот рұқсат берсе жаңа түсіреміз. Жоқ, рұқсат сұра деген сөз жоқ мына жерде. Болды. Құрметті оқимын мен мына түсінсін бірдеңе. Мына 19-ші баптың 7-ші бөлімінде былай дейді. Іске қатысатын адамдардың аудио жазуға құқығы бар дейді. Ал видеоны соттың рұқсатымен дейді. Түсінікті ма? Өзіне керек, егер де естімей қалған жағдай бір түсініксіз болатын болса, керек дейтін болатын болса, өзі үшін сол жерден тыңдап алады. Азаматтар қойды. Жарайды. Мынау азаматтық басқару алдында талап тілектеріңіз бар ма? Қосымша. Өзі қазір айтасың. Жоқ, мен бірінші талапкерден сұралайын, талапкер өкілі. Мынау азаматтық басқару алдында қояр талап тілегіңіз қосымша. Құрметті сот, мына процедура бойынша мынандай ұсынысым бар. Алдыменен жаңағы куәлерден сұрап алсақ, мына қалай өткізу жөнінде де. Куәлерден бұрын іс құжаттарын зерттеп алсақ, дәлелдемелерді. Содан кейін куәлер шақырсақ. Талап арызыңызды сіз өзіңіз баяндаңыз, сосын өзінің жауабын алайық. Жоқ, мен өтінішті айтып отырмын қазір. Өтініш беріпсіз, соны бұл кісілерден сұраймыз, сосын ары қарай жалғастырамыз, жарайды ма? Сондықтан мынау азаматтық процесс кодексінің 169 бабына сәйкес мынау талап қою бойынша толықтыруыңыз, негізгі мүмкіншілігіңіз бар, соған бар ма? Менің өтініш хаттарым бар, соны айтайын деп едім. Осы бойынша қараймыз, осы мәтін бойынша, осы бергеніңіз бойынша. Енді сол Мен сізде сұрақ қойып жатырмын, солай қарай береміз ғой, или қарамаймыз ба? талап қоюдың шегіне шықпай, сол талап қоюды ғана қарайық. Болды, сол мәселе. Енді өтініш хаттарымды айтайын ба? Қазір. Сұрадыңыз ғой, мен өтініш хат тұрдым ғой. Құрметті сот, мына АПК-ның 71-ші бабында істі созбалаңғысамай, тез қараудың ең оңай жолын көрсеткен. Ол не дейді? Онда бірінші осы талап қоюдың қай бөлігін, немесе тұтас мойындай ма, мойындамай ма? Бұны қойып тұру себебім. Істе өзіңіз көрдіңіздер. Күшін жоямын, жойдым, өзгертемін деген сөздер болды. Дайындық отырсыздар. Соған сай қазір созбалаңға салмай тез бітіру үшін мына АПК-ның 171-ші бабында көзделген талапқа сай соған бастасақ деген ойым. Өтініш хат осы. То есть мойындаса арғай уже. Енді оны сот өзі баға береді. Жоқ, құрметті сот, мен бағаны сұрап тұрмын, өтініш хат айттым. Рахмет, отыра беріңіз. Отыра беріңіз. Білім бөлімінен кім келді? Енді неге баяндамайсыз білім бөліміне? Білім бөлімі, хат беріңіз. Молдаев Маратжан Молдабайұлы, Отыра сотының білім бөлімі басқармасы. Талап қоюшы, мынау талап қою арызды сұхбаттаса өзінің мәтініңізді тағы бір баяндап беріңізші. Не сұрап жатырсыз нақты? Жарайды. Орныңыздан тұрып. Құрметті сот, іс мәнісі былай. Маған сенімділген Ерімбетовті жұмысынан ауыстырған. Яғни бұрын завуч оқушысының жөніндегі меңгеруші жаңағыдай заведующий болса, несі болса, орынбасар болса, соны ауыстырғанда әшейін география пәнінің мұғаліміне ауыстырған. Яғни бір жұмыстан екінші жұмысқа ауыстырған кезде ол жаңағы жалақысынан где-то 130 мыңдай бір айырмашылық болған. Яғни кем алатын жағдайға ауысқан. Енді барлық заңдарда белгілі
жаңағы адамның жағдайын жақсартамыз, оны жамандатпауға тиістіміз. Егер оның мүддесіне қатысты мәселені соны келісімсіз істеуге болмайды. Себебі яғни жалақысынан азайғандықтан ол жаңағы қазір арыз беріп тұр. Сол бұйрықтың күшін жойыңыз. Себебі заңда көзделгендей ол жаңағы 33-ші баптың бірінші бөлігінің 2-ші тармағында көзделгендей міндетті түрде сол азаматтың, жаңағы жұмысқа ауысқан азаматтың келісімі болу керек деген. Осы бірінші басты уәж осы. Ол мына еңбек кодексінің жаңағы 33-ші баптың бірінші бөлігінің 2-ші тармағында көзделген. Келісімі маңызды деген. Ол мына Қазақстандағы белгілі мамандардың комментарийінде тұр. Именно келісім керек деген 33-дің 2-шінде тұр. Екінші уәжім, жаңағы бұйрықтың басқа жұмысқа ауыстырып, оның жағдайының, жаңағы айлық жалақысының азаюына апарған жұмысқа ауыстырудың заңсыздығы, ол мына білім министрлігінің, конечно, білім министрлігінің актісі мына заңнан төмендеу тұрады. Ол да бірақ жаңағы осы білім саласының құқықтық актісі, сонда ол бұйрықпенен білім министрінің оның жазып көрсеттім өзінің ережесін шығарған. Осы мектеп жұмыскерлерінің жаңағы бір орында жұмыстан екінші жұмысқа ауыстыру жөніндегі сол ереже шығарған. Сол ереженің бабында көзделген. Сол орынбасарларды ауыстыруға мектеп директорының құқығы жоқ деген сияқты жазған. Оны жазып көрсеттім, баптарын бәрі көрсеттім. Ендеше осы екі заңнаманың екі құқықтық актінің аясында жұмыс беруші заң бұзған. Оның бер жағында енді оның төмен тұратын актілердің бәрі айтқым келмей тұр, бірақ оның біреуі облыстық деңгейінде еңбек инспекциясының құжаты бар. Сонда тексеріп нұсқама берген. Енді сол нұсқамаға сай мен қазір оны өткен жоқпын, бірақ өз өткен сыңайды. Бірақ ол қай уақытта болған? Ол іс өндіріске қабылданып қойған, арыз жазылып қойған. Сондықтан қазір жаңағы өзімнің жаңағы өтініш хаттарыңыз бар ма деген сұраққа жауап бергенде бірінші осы мәселені шешсек тез шешіледі ғой деген. То есть егер жұмыс беруші өзінің бұйрығымен және өзінің еркімен емес, оған дейінгі тексерген еңбек инспекциясының нұсқамасында мынауыңыз дұрыс болмаған екен деген нұсқаманы көргеннен кейін оны өзгерткен шығар. Ендеше соттың әрі тез, әрі оңтайлы шешілу үшін мен сонда бұйрық шығарғаным рас. Бірақ оны сіздер сотқа беріп қойған. Не шығарған едім десеңіз, осымен іс аяқтады деп ойлаймын. Сондықтан басқа да заң талаптары көп бұзылған енді. Бірақ олардың мынау заңдардың, құқықтық заңдардың иерархиясында нелер сәл төмендеу тұрады. Сондықтан мен пока осы үш құжаттың, үш документтің, үш заңнаманың негізінде маған сенім білдірген Ерімбетовті жұмысына қайтып алып, лажсыз бош жүрген емес, жаңағы айырмашылық болды ғой, қазір 2 айда енді 3 айға қойғанша, соны төлету қажет деген шешіммен сізге құрметті сот жүгініп отырмыз. Болды. Сіз маған талап қою арызыңызды қазіргі таңда былай көрсетіп отырсыз. Жоғары мән-жайлар негізінде соттан сұрайтыныңыз нөмірі 22-ші бұйрықты жаңағы 18-90-ма бұйрық мектеп директорының бұйрығын күшін жоюды және де басшысы төмендегі айлық жалақымды қалпына келтіру дейді. Сонда сіз қазіргі таңда бұйрықтың күшін жойып болғаннан кейін ары қарай мен сізден жаңа сұрадым, азаматтық құқық кодексінің 169 бабында нақтылаңыздар. Ары қарай не сұрайын деп жатыр, бұзғаннан кейін бұл орнына сіз мына жерде талап арызды сұрамағансыз ғой. Мені қалпына келтіруге орнына түсіндім. Құрметті сот, оны жазбадым әдейі, жазбадым, қасақана. Неге? Түсіндірейін. Ол заңда көзделген мына еңбек кодексінде. Егер ол орнына бұйрықты қойғаннан кейін, ол әшейін оның салдары ғана. Оны сіз жазбасаңыз да бәрібір
заңменен төленеді. Соны жазбады. Яғни қазіргі таңда сұрап жатқаныңыз Тек қана біреу ғана. Тек бұйрық бұзу. Иә. Жалақы сұрайсыз ба, сұрамайсыз ба? Жоқ, онымен Сіз нақтыласаңызшы. жоқ, оны жауап бергім келмейді. Неге дейсіз ба? Жоқ, енді сіз өзіңіз арызды көре тұрсыз ғой. Тыңдаңызшы енді. Мына заңда 61-де көзделген. Неге? Бұйрықтың күші жойса, сол бұйрықтың арқасында оған зиян келсе, сол онсыз да қалпына келеді. Ол сандары ғана. Тек қана бұзу ғой. Бұзсаңыз болды, қалған өзім істеп тұрмын. Ол заң істейді, то есть. Мен елім заң істейді. Өз пікірімді айтайын, құрметті. Қазақстанда мынау Так. пікірімді айтайын да, мен қазір айттым ғой. Қазақстанда қылмысты мынау еңбек кодексін алып отыр, мынандай азаматтық процесс кодексін 70-ші бап дейді ғой, жеңілдетеді, тез сотты бітірейік деп отыр енді. Оған мен қарсылығым жоқ. Әріптесім дұрыс. Бірақ алайда құрметті мынау бұйрық 22-ші бұйрық мынау 18-ші желтоқсан 2020 жыл күші жоқ қой құрметті сот. Оны мына мен так 22 қаңтар 2020 жылы күші жойылып кеткен ол. Қазіргі таңда соттың құзырына жетпейді. Сол себептен мына талап арызды қанағаттануыңызды қалдыруыңызды сұраймын. 70-ші бапты өздері қолдан береді, соны қолданыңыз құрметті. Рахмет. Түсіндіре құрметті. Өте дұрыс айтты. Күшін өзі жоғалдықтан оны жаңаға қазір мойындаса болды, мынаға жазсын деп. Ал неге қарамауымыз керек? Себебі қарауымыз керек екені біздің арызымыз түскен кезде ол күші жойылмаған. Біздің арызымыз түскен күні жойылмаған. Түсіндіңіз бе? Ендеше біз оны қашан жойылады екен күтіп отырмаймыз ғой. Біз арыз бердік, сот өндірісіне қабылдадық. Енді қазір қарауымыз керек. Уәжіңізді тыңдайық, келіңіз, жақынаңыз. Осы бойынша өзіңіз түсіндіріп беріңізші, қалай болды, не болды? Құрметті сот мырза, 22-ші бұйрық күші жойылған. Күші жойылып, бізде аудандық білім бөлімі. Бірінші 22-ші бұйрық қашан шықты, қалай шықты? Соны түсіндіріп беріңізші маған. Сосын оны ненің негізінде бұздыңыз, екінші жылдары? Бүгін тұратыңыз қойып алсақ салғыңызға. Алдыңызға алып келіп, асықпай жауап бере беріңіз. Екінші бұйрық 18-12 күні шығарылған. Елімбетов Хасен аудандық білім бөлімінің кіші кеңесінде 25 күні 25 желтоқсан күні сағат 4-те білім басшысының жанындағы кіші кеңеске мектеп әкімшілігін алып келуін хабарлама хат берді. Бізге аудандық білім бөлімінен зерделеу жүрген. Ол кезде Елімбетов Хасен больничныйде болды, денсаулық парағында болды. Біз өзіміз жаңағы мектеп әкімшілігі барып, шараңызды алып, келдік. 30 күні жұмысқа түсті ол кісі. Желтоқсанның 30 күні. 30 күні ол кісіні сізге де өткізген болатын, көшірмесінің барлығын. 30 күні келді, осы бұйрық бойынша, жаңағы не бойынша келісім хатты бермейді. Сот мырза, мен бір айтып кететін ұсынысым, өтінішім, осынша жұмысты істеген адам, сіз өткенде айттыңыз ғой, осы сотта қатыстырылсын деп. Бүгін тағы жоқ. Ол өзі істірді, менің қатысуымсыз. Жоқ, негізінде де ол істің бәрін өзі істеді, бұл кісілер істеген жоқ мысалы. 1 грамм ол келіп басшының бұйрығын орындамайды. Тастайды да кетеді, шығады да кетеді. Барлығы келісім комиссиясы да тұр, ол жерде мектеп мұғалімі де тұр, барлығының хаттамасын мен сізге өткізген болатынмын. Сонымен 25 күні біз шара алып кеткеннен кейін 30 күні жұмысқа түсті, 30 күнгі өтініштің бәрін сізге өткіздім, жаңағы актісін бәрін. Келген жоқ, бір емес 2 отырыс істедік, келісім комиссиясы да және өзімізге. Сонымен оның күшін 30 күні берді, 30-нан 30-на дейін 1 ай ғой. Сол аралықта 27-сі күні
ол кісінің талап хаттарын бәрін жібердік. 22-сі күні бұздық. Міне 27-сі күні. Мына бұйрық сізде де бар. 18 күнгі бұйрықтың күші жойылып, күші жойылған бұйрық орнына қайта келмейді, білесіздер. Сіздер бұл бұйрықты қашан жойдыңыздар? 27 қаңтар. 27 қаңтар. Бұл бұзудың себебі не болды? Бұзудың себебі бұл кісіні бізге келісіміне айтып отырмыз ғой, шақырамыз еш уақытта келмейді. Аудандық білім бөлімі міне мына жерде тұр. Жоқ, енді дұрыс қой, сіздер жаңа 18 желтоқсандағы бұйрықты бұзу 27 қаңтарда бұзып отырсыздар. Бұзу себебі не? Бұзу себебі ол кісі жаңағы 16 сағаттық жүктемеге келісімін жазған жоқ, ешқандай ештеңе. Еңбек инспекциясының нұсқамасын орындадыңыздар ма? Еңбек инспекциясының нұсқамасы келіп тексеру жасады. Мына тұр сізге. Соның негізінде бұздыңыздар ма? Оның негізінде емес, біз өзін күтіп отырдық. Келісім комиссиясы 10 күн апай маған рұқсат беріңіз деді. Өзі келеді ол бала деді. Міне еңбек инспекциясыныңкінде, сосын жаңағы келісім комиссиясында ендігі жолы қатыстыруыңызды сұранамын келісім комиссиясының төрағасын. Өтініш ұсыныс. Соны мына аудандық білім бөлімінің жаңағы шараларға көрілген. Ол кісіге мүмкін тұр мен сізге де мүмкін. Мен сізбен түсіндірейін. Сіз еңбек инспекциясына сіздерге нені нұсқама берді. Нұсқаманы 22-сіне береді. Дұрыс па? Дұрыс. 22 қаңтар күні береді. Сіз мыналарыңыз заңсыз, сондықтан бюро жарамсыз тану және қолдануға тиіс деп береді. Сіз осыны алып барып бұздыңыз ба? Осыны алып барып, бұл 22-сі күні беріп кетті да, мен 27-сі күні бұздым. Дұрыс па, 27-сі күні бұздыңыз. Енді бұзудың себебі бір себеп болу керек. Себеп ол кісінің жаңа айтып отырмын ғой, Ерімбетов Хасеннің еш уақытта келісімге де келмейді, ештеңе келмейді. Басшы өзі директор. Енді еңбек инспекциясының нұсқамасына, одан кейін аудандық білім бөлімінің ұсынысы бар ғой, ұсынысын сізге де өткізгем. Аудандық білім бөлімінің ұсынысы Ерімбетов Хасенге шара көру туралы деп тұр, нақты көрсетілген, мына жерде көрсетілсеңіз көрсетіп бере салайын. Сол келісімді бізге 25 күні берді ғой, аудандық білім бөлімінде. 25 күні бар, ол кісі жұмысқа түскен жоқ 25 күні. Яғни бұйрықсыз аудандық білім бөлімінің несінің негізінде бұзып отырсыз ба? Негізінде аудандық білім бөлімдікі де нұсқамаға да мынау тұр ғой. Мынау 24-28 ноябрь 25 жылы тексеру алдындағы не? Кейін көтіргендеріңіз. Басқа нұсқама маған тапсырып бермей жүрсіз ғой? Бердім ғой ағай. Дәу мынандай хаттама бердім ғой. Елмен өткіздім ғой, шнурланған. Енді неге сіз бұйрыққа соны көрсетпейсіздер? Көрсеттім ғой. 22-ші. Астында тұр ғой. Негіздемеде тұр ғой ағай. Мына негіздеме? Иә, негіздемеде тұр ғой астында. Жоқ, өзі негіздеме аудан білім бөлімінің 29 октябрь 25 жылғы бұйрығы дейді. 22 январь бұйрығы қатаң сөгіс беру 26 жылы. Сіздер 22-сіне жұмысқа шықпауы қатаң сөгіс беру үшін. Бұйрық нақты жазып қойсыз. Бұл жерде 27 основания сіз бұзу үшін. Нақты қайсысы? Ол бұйрықта олай көрсетілмейді ғой? Бұйрықта нақты тұр ғой, астында тұр ғой. Нұсқамада 31 январға дейін деп берілген. Нұсқамада аудандық білім бөлімі маған 25-ші не күні берді. 25-нен 25-ге шейін ол сол бойынша мына 18 күнгі бұйрық күші жойылды. 27 қаңтар күні. Кешіріңіз, бұйрықта сіз 22-ні Жүрген Түркістан осы Египет Темірбаевтың нұсқамасы деп көрсетесіз. Сосын келісім комиссиясының актісі деп көрсетесіз. Негізінде шығыс хаттың негізінде бұйрықта оның не қажеттілігі бар сіз? Неге қажеттілік жоқ ағай? Бұл өзінің жіберген кемшіліктерінің бәрі ғой? Бұл босату туралы. Босату туралы. Міне хаттамасы, талап хат барлығын берілді ағай. Ретімен бердім, міне. 22 күннен бастадым ағай. Жоқ, ол қазір біз оны неғып жатқан жоқпыз да. Қазір таңда біз 22-ші бұйрықтың, сіз 22-ші бұйрықты 27-ші қаңтарда бұздым деп отырсыз. Иә. Бұзған негізінде көрсетпейсіз міне. 18-ші тыңдамаңызшы, бұйрықтың өзін оқиын. 18 желтоқсан 25 күні 22-ші ЖХ қызметкерді басқа жұмыс ауыту туралы бұйрықтың күші жойылып
Менің негізінде жай болсын, көріспейсіз осы жерде. Тұр ғой, мына жерде тұр ғой. Қай жағында? Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директор оқушы жөніндегі орынбасары Ерімбетов Хасен Исахович 28.01 күннен бастап еңбек шарты тоқтатылып, жұмыстан босатылсын. Ана бұзудың себебі неден? Сіз соны көрсетіп кетпейсіз ба? Көрсетіп тұр ғой, астында негізінде тұр ғой бәрі. Бұл негізі кешіресіз, бұны жұмыстан босатқан негізіңіз ғой? Міне Ерімбетов Хасен екіншісінде демалысқа шығуына байланысты неге? Ақсыз... Жоқ, біз әлі 22-ші бұйрықта жүрміз. Сіз берді 5-ке не алмай қойыңыз. 22-ші бұйрықты... 27 қаңтар күні бұздым ағай. Ненің негізінде? Осы нұсқаманың негізінде ма? Еңбек инспекцияның? Нұсқаманың негізінде аудандық білім бөлімінің кіші кеңесі бар ғой, міне мына тұр. Міне кіші кеңесінде аудандық білім бөлімінен бере салайыншы сізге. Маған бағана... Бердім, бәрін бердім ағай. Төлемінде бердім, бәрін бердім. 29... Аудандық білім бөлімінің жаңағы неге шақырған 24 күні... 24 желтоқсан. Желтоқсанда ол больничныйде болды ғой ағай. Осы хаттың аясында бір ай мерзімінде 30-на түсті ол жұмысқа. Бұйрықта оны көрсетіп отырсыз. Көрсетіп отырмын. Енді сіз мына бұйрықта көрсетпейсіз ба? Мынаның негізінде бұзылды деп. Бұзылды деп 22 күні бұйрық тұр ғой, төбесінде тұр ғой. 18-і 12-ші ай күні қызметкерді басқа жұмысқа ауыстыру туралы бұйрықтың күші жойылып, өзгерістер енгізу туралы деп тұр ғой. Тұр ғой? Мені басында тұр ғой. Сіздер мұғалімсіздер, әрі жазған нені бітіріп бар, ойын адам деген бітіріп бар жазу керек қой. Оқуларыңыз сол талап етесіздер ғой. Жазғаннан кейін ойыңды бітірсеңші, мен көшеге шығып бара жатқаннан кейін де басқа ауыз бітпейсіз ғой, бітіресіз ғой, ана жерге жеттім, әр сөздің аяқты несін бітіру керек қой. Мен соны түсінбей жатқан соны түсініп берсеңші деп сұрақ қойып жатқан осы. Мына қызметкерлер жұмысқа күшін жойып, ненің негізінде? Мына бұйрықтың негізінде ма? Болмаса сізге еңбек инспекциясы айтты ғой, қолыңызға батып. Дұрыс емес қолдандыңыз. Міне нұсқама тұр астында тұр ағай. Нұсқама негізі тұр ғой. Міне инспектор жаңа Түркістан облысының нұсқамасы да тұр. Аудандық білім бөлімінің зерделеуінің қорытындысы да тұр ағай. Ол жерде ұсыныс та тұр. Ерімбетов Хасенге Кенже Исаковтың жазғаны бәрі тұр ғой, міне негізінде тұр ғой астында. Бергісеңіз берейін көшін. Жұмыстан босатып туралы бұйрық қой. Дұрыс қой, босатып тұрмын ғой. Жоқ, бұл қазіргі таңда сізге 22 бұйрық әңгіме бар. Біз сіздің нөмір 5-ті не қылып жатқан жоқпыз. Қарап жатқан жоқпыз. Күші жойылған ағай. 22-ші бұйрықтың күші жойылды. Жойылып, еңбек шарты тоқтатылды. Еңбек инспекцияның нұсқамасы, ненің негізінде бұздыңыз? еңбек инспекцияның нұсқамасы аудандық білім бөлімінің қорытындысы. Одан түсінбей тұрмын, ненің негізінде? болды ағай. Оған дейін 2 қатаң сөгісі болған. 2 қатаң сөгіс, 2 октябрьден алған қатаң сөгіс. Болды, ары қарай босатуды қарап жатқан жоқ, бұл шеңберде қарай. Сол біз қазіргі таңда сұрақ 18 желтоқсан 25 жылы нөмір 22-ші Ж қызметті босату туралы бұйрықты еңбек инспекциясы сізге жіберді, дұрыс емес дегеннен кейін сіз алдыңызда бұздыңыздар, сосын мынаны өзгертіп мына шығардыңыз. Солай ғой мен түсінемін. Аудандық білім бөлімінің қорытындысы, анықтамасы 25 күні берілді. Аудандық білім бөлімінің қорытындысы бізді шақырды ол жерге. Оның алдында кіші совет болды. Ерімбетов Хасеннің арызы бойынша мынандай 2 баптың апарында айттым. Мен бұл баладан аламай жүрген үшін жоқ. Жұмысын істеймін десе, мен еш уақытта қарсы емеспін дедім. Мен аудандық білім бөлімінің юристі отыр сұрасаңыз. Мен бұл баладан аламай жүрген үшін жоқ дедім. Жұмыстың бәрін бүгінгі таңға дейін өзі істеп келеді да, енді отыр. Күші жойылған бұйрық еш уақытта ол күшіне енбейді. Сұрағыңыз бар ма? Сұрақ көп. Мына құрметті жауаптар, жаңағы аудан білім бөлімінің жаңағы 2 нәрсенің 2 құжатпенен өзгерттім дейсіз ғой жаңағы. Біреуі еңбек инспекциясының нұсқамасы бар, мынауыңыз заңсыз деген. Екіншісі, аудан білім бөлімінің жаңағы 25-сінің соның именно Ерімбетов қатысып жайған оқып жүресіз бе қолыңыздан? Көрейін, ондай көрмедім мен. Жаңағы аудан білім бөлімінің жаңағы
Ермекті жұмыстан ауыстыру жөнінде бірдеңе жазып берді деп Мына бергеніңіз сіздің хат қой. оны оны көрмедім мен. Білмейді, сіздің өзіңіздің ұсынған құжатыңызды мен дауысқа оқып бересіз бе? Орда басы ауданының білім бөлім мемлекеттік мекемесі сізге бөлімнің жылдық жоспарына сәйкес 2025 жылдың 25 желтоқсан күні Ордабасы аудандық білім бөлімінің Мұхаммед Қайдадулла атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 25 жылдың 24-28 қараша күндері аралығындағы жүргізілген әдістемелік көмек және зерттеу жұмыстарының қорытындысын бөлім басшыларының жанында кіші кеңес қарау жоспарланады. Осыған байланысты 25 жылдың 25 желтоқсанда сағат 16:00 бөлім басшысының жанында кіші кеңеске сіздің және мектеп әкімшілігінің қатысуы қажет екенін хабарлаймыз деп сізге хабарлама қаралады. Енді осының қорытындысы қаралды ма? Осының қорытындысы бердім ғой сіздерге, өткізіп мынандай қылып. Мен өзімде тұр, оригинал деп көрсетсеңіз көрсетейін. Так, бұның қорытындысы мынау Исқақ Кенженің қол қойғанында міне аудандық білім бөлімінің мөрленген шынарланған көрсетесіз бе? мынау ма? Дәл солар. Міне мынау ғой. Мынау. Бұл жерде мектеп директоры Төлтайдың, Ерімбет директоры орынбасары. Орынбасар Әуезов. Бұл Әуезов сіздікі ғой. Оқу жөнінде, іс жөніндегі. Ерімбет Исақ. Ең соңында ғой, ең соңғы бетінде. Бұл кісі қатысты ма кезде? Қай кезде? Білім бөлімінде. Білім бөлімінде бір күні, 1 желтоқсан күні қатысты. Жоқ, 24-тен 28-дің Ол күні больничныйде болды ол кісі. Сол осы хат бойынша біз ол кісі 30 күн түсті ғой, 30 күні шақырдық қой мына жердегі. Атты хаттама бәрі тұр ғой. Больничныйде болды ғой. Ал 1 желтоқсандағы жаңа 22-ші бұйрықты басшылыққа алғанда мына тұр ғой. Мен жаңа сұрағым түсінбей қалдым, қайтадан қойсам қайтеді. Түсіндір. Түсіп қойыңызшы. Нақтылап қояйын ба? Мына ағай. Мен сұрақ мұрадан қоя тұрыңыз. Сұрағым тұр. Сұрақ. Мен сізді дұрыс түсінсем, сіз екі құжатқа негіздеп өзіңіздің Ермекті жұмысынан ауыстырғаныңызды бұздыңыз. Оның біреуі еңбек инспекциясының мынауыңыз оттап кеткен дұрыс емес деп жазып берді, нұсқама берді. Екіншісі, бұны менде бар, ол жазған. Екіншісі, аудан білім бөлімінің 25-інде или 26-ында ма жаңа хаттама шығарып, именно осы Ермекке қатысты бір құжатты айттыңыз. Соның сол жаңағы Ермек қатысты жерде оқып берсеңіз, қолыңызда барсын. Бар ма сізде? Оқып берсеңіз, мен келісемін. Ұсыныс. Оқу іс жөніндегі орынбасар Ерімбетов Қасен Исқақовичтің лауазымдық міндеттерін орындауда жіберген кемшіліктері үшін тиісті тәртіптік жауапкершілік қарауға және лауазымның міндеттерін қайта бөлуді. Екіншісі, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің міндетін атқарушы 2007 жылының 20 қазандағы нөмір 5 білім ұйымдастыру беру қызметін пайдаланатын қатаң есептілік құжаттардың нысанын бекіту туралы бұйрығын жұмыс барысында қатаң түрде басшылыққа алуға, яғни сіздер жаңағы қайта қарауға деп отыр, бөлуге лауазымдығын. Жаңағы осы берген приказбенен 2 октябрь күні қатаң сөгіс алды ғой осы. Жұмыстардың жүргізуге Қазақстан білім және ғылым министрлігінің 20 жылғы 6 сәуірде нөмір 130 мектепке дейінгі тәрбие үшін бұл жаңағы қандай дені туралы заң ғой. Жұмыстарын жүргізуді. 4-ші жаңағы министрлігінің 18 жылғы 12 қазандағы нөмір 564 олимпиада резерві республика облыстық маңызы бар қалаларды дейді. Астанада дейді. Бастауыш негізгі орта жалпы орта беру ұйымдарының арасында балаларды ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау, мемлекеттік қызмет көрсету қойылатын негізгі талаптардың тізбесін бірінші қосымша және бастауыш орта негізгі білім беру ұйымдарының арасында балалардың ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау, көрсету қойылатын негізгі талаптарын басшылыққа алу. Сіздер ауыстырған кезінде осындай нелерді басшылыққа алыңдар деп көрсетіп отыр. Бірінші ғана тек қана жаңағы жіберген кемшіліктер үшін тиісті жауапкершілікке қарауды және лауазым міндеттерін қайта бөлуді дейді. Жауапкершілігін тиісті жауапкершілік қарауды деп тұр да,
ол кісінің 2 қатаң сөгісі бар. Жаңағы қатаң қатты үшін сосын барып жаңағы осыларды орындамаған. Орындамаған үшін 2 күні қатаң сөгісі тұр. Мен ол құжатты да өткізген. Канцелярияға тіркетіп тұрып сізге өткізген. Қатаң сөгісі бар. Жаңа трудовойына да түсілген. Біз қазірден ол босатуға қарап жатқан жоқпыз. 22-дің шеңберінен шықпайшы. Болды ғой. Болды. Қайда мынандай бар деп дұрыс. Ясин, сіз бұның 22-ші бұйрықтың бұзған себебіңіз жаңа еңбек инспекцияның нұсқауын орындап бұздыңыздар, сөйтіп мына не шығарсыз. Қазірде ол 22-ның күші бар ма жоқ па? Жойылған ағай. Күші жойылған. Хаттамада тұр 18 күні аудандық білім бөлімінен 1 желтоқсан күні 2 өткізім ғой хаттама. 2 хаттамада да жазылған. Ерімбетов Қасеннің бүгінгі таңға дейін 2 қатаң сөгісі болғандықтан осындай деп жазылған ол кезде. Хаттама сізде бар ағай. Күші жойылған. Сұрақ көп, құрметті сөз. Қойыңыз. Нақтылап алайын. Яғни сіз тек қана